Қайырлы күн, достар! Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын үлпілдек жұмсақ круассан дайындайтын боламыз. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жылы суды, жылы сүтті құйып, үстінен тұз, шекер, дрожжды салып, жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін бөлме температурасындағы сары майды салып, ерігенше араластырамыз. Үстінен ұнды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз осындай жұмсақ, қолға жабыспайтын болып шығады. Бетін жауып, көтерілгенше жылы жерге қоямыз. Ашып көтеріліп дайын болған қамырымызды бірнеше бөліктерге бөлеміз. Бөліктерді дөңгелектеп, тарелкаға салып, бетін жауып тағы да 10-15 минутқа қоямыз. Қамырларымыз видеодағыдай томпайып әдемі болып көтеріледі. Әр бөлікті жеке-жеке оқтаумен дөңгелектеп жаямыз. Жайған қамырларымыздың үстіне бөлме температурасындағы жұмсақ сары майды жағып, бір-бірінің үстіне қоямыз. Видеода көрсетілгендей әрқайсысының үстіне сары майды жағып, осылай бір-бірінің үстіне жабыстырып шығамыз. Сары май жағып шыққан қамырларымыздан осылай үлкен бір қамыр жасаймыз. Оны жазып, осылай бөліктерге бөліп кесеміз. Кесілген қамырлардың арасына мен вареная сгущенка салып орадым. Сіздер өз қалауларыңызша шоколад, жаңғақ немесе басқа да өнімдерді қосып орасаңыздар болады. Әрқайсысын жеке-жеке осылай орап шығамыз. Дайын болған оралған круассандарымызды тапаға пергамент қағазын салып, осылай қойып, бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Бетіне қант сеуіп, қызып тұрған пеште дайын болғанша пісіреміз. Круассандарымыз дайын, қызарып, жұмсақ болып піседі. Дәмі өте керемет, өте тәтті болып шығады. Сіздер де осы рецепт бойынша үйде пісіріп, жақындарыңызды қуантыңыздар. Видео рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Каналымда бұдан да басқа жаңа рецептерді күтіңіздер.